армысыздар ардақты ағайын. Тәуелсіздік мерекесі қазақ үшін ерекше мереке. Ғасырлар бойы ата-бабамыздың армандаған бақытты күндерге қол жеткізгенімізге 30 жыл болды. Егеменді ел атанған соң, алпауыт мемлекеттердің өзі бізді мойындады. Тіпті бізден үлгі өнеге алатын дәрежеге жетті. Құрметті әріптестер, Жамбыл облысы Қордай ауданы номер 37 Сұлутор орта мектебінің ұжымы әз Наурыз мерекесіне арналған "Мен ұлттық киімді мақтан етемін" атты челленджді Көктөбе ауылы номер 40 негізгі мектеп ұжымынан қабыл алдық. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Наурыз ана сүтімен, салт дәстүрімізбен бойға сіңген салтанатқа толы сұлу мереке. Әз Наурыз деп ат айтқандай, ең әзіз, ең ізгілікті, ең қасиетті мереке болғандықтан, салт дәстүрімізді, ұлттық болмысымызды, ұлттық киімімізді әрқашан қастерлейік ағайын. Ұлттық киім ұлтымыздың айнасы. Киімдеріміз қандай сұлу болса, жан тәнімізді сондай сұлу. Қазақы киімнің барша сымбаты мен ою-өрнегінде, әрбір әшекейінде халқымыздың тарихының, ой дүниесінің қайталанбас көрінісі бар. Бұл біздің ұлттық мәдениетіміз. Киім ол жай ғана бір жапырақ мата емес. Ол ұлттың, мәдениеттің бет-бейнесін көрсетіп тұратын ғажайып дүние. Қазіргі таңда күнделікті кимесек те, өз маңызын сақтап отырған ұлттық киімдерімізді құрметтеу керек деп білеміз. Наурыз мерекесіне арналған іс-шара ай соңына дейін жалғасын тапқан. Халқымыз атам заманнан бері бір сырлы әсем киім үлгілерін киіп келген. Қазіршіміз орнымызда мерекелік көңіл-күй сезіледі. Күрмелі көйлек, ойна қамзалға жүрегін жарасуда. Халқымыздың ұлттық киімдері заманауи тарихпен қатар дамып, біте қайнасып келе жатқан асыл қазынамыз. Қазақ халқы түркі түрдес халық болғанмен, оның киім үлгісі ерекше дамыған. Біз өте қуана келісеміз. Наурыз айында кем дегенде бір күн болса да жұмыс орнында нақышты, өрнекті қазақы киімді киюге шақырамын. Кеудеше жеңсіз, ойма жеңмен тігіледі, етегі шолақ келеді. Кеудешені әйел, еркек демей, еңкейген қариядан еңбектеген жасқа дейін киеді. Камзол қазақ халқы арасында кең тараған ұлттық киім. Камзол тек қазақта ғана емес, басқа түркі елдерінің ұлттық киім үлгілерінде кездеседі. Әйелдер киімінде камзолдың орны ерекше. Ол әрі жылулық, әрі сәндік киім міндетті атқарады. Үрмелі көйлек, оюлы камзол бұрымдыларға керемет жарасады. Қыздар шашын көбіне қос бұрым етіп өріп, бас киімсіз ақ жүре беретін болған. Кимешек қазақ әйелдеріне тән өзіндік ерекше киім. Әйел тұрмыс құрған соң сұрыптан тігілетін, кеудесін, иығын, жон арқасын жауып тұратын, жақтауы, өңірі, тамақ жағы кестеленген кимешек киетін. Кимешекті жас келіншектер, орта жастағы әйелдер, кемпірлер киеді. Шапан қазақтың ең көп тараған, аса қастерлі, кәдегі сырт киімдерінің ертеден келе жатқан түрі. Қазақ халқының қыз келіншектерге арналған бүкіл киімдерінің бәріне ортақ бір ерекшелігі бар. Ол адамның дене бітімін қымтап жауып тұратындығында. Ең бастысы ұлттық киімде тәрбие бар. Қыздарымызға көрік, ер азаматтарға айбат, жігер береді. Халқымыздың ұлттық киімдері заманауи тарихпен қатар дамып, біте қайнасып келе жатқан асыл қазынамыз. Әз Наурыз мерекесіне ұйымдастырылған "Мен ұлттық киімді мақтан етемін" атты челленджді номер 39 орта мектебіне жолдаймыз.